Кәусар сүресі Құран кәрімдегі ең қысқа, бірақ мағынасы өте терең сүрелердің бірі. Ол Құранның 108 сүресі болып саналады, және небәрі 3 аяттан тұрады. Бұл сүре Мекке кезеңінде пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың сәлемі мен игілігі болсын, қиын кезеңдерде түскен. Сол уақытта ислам енді ғана таралып жатқан еді, ал мүшриктер пайғамбарымызды әр түрлі жолмен мазақтап кемсітуге тырысатын. Пайғамбарымыздың ұл балалары кішкентай кезінде шетінеп кеткені белгілі. Осы жағдайды пайдаланып кейбір дұшпандары оны ұрпағы үзілген адам деп мазақ етті. Араб қоғамында ұл баланың болуы әулеттің жалғасуының белгісі саналғандықтан ұлы жоқ адамды әбтар деп атаған. Бұл сөз артында ізі қалмайтын, аты өшетін деген мағынаны білдіреді. Сол себепті пайғамбарымыздың қарсыластары Мұхаммедтің ұрпағы қалмады, оның діні де ұзаққа бармайды деп айтқан. Осы кезде Алла тағала пайғамбарымызға жұбаныш ретінде Кәусар сүресін түсірді. Сүренің 1 аятында расында біз саған Кәусарды бердік деп айтылған. Кәусар сөзі араб тілінде молшылық, шексіз жақсылық, береке деген мағыналарды білдіреді. Ислам ғалымдары бұл сөзді бірнеше мағынада түсіндіреді. Біріншіден, Кәусар жәннаттағы ерекше өзен. Екіншіден, бұл пайғамбарымызға берілген мол нығметтер. Үмбетінің көптігі, діннің кең таралуы, оның есімінің мәңгілікке сақталуы. Сүренің 2 аятында ендеше Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал деп бұйырылған. Бұл аят пайғамбарымызға және бүкіл мұсылмандарға Алланың берген нығметтеріне шүкіршілік ету керектігін үйретеді. Намаз оқу мен құрбан шалу Аллаға жақындаудың және ризашылық білдірудің белгісі. 3 аятта расында сені жек көргеннің өзі әбтар делінген. Яғни пайғамбарымызды мазақ еткендердің өздері ұмытылып аты өшетінін Алла тағала ескертті. Тарихқа қарасақ, бұл сөздің ақиқат екені көрінеді. Пайғамбарымыздың есімі бүкіл әлемге тарады, оның үмбеті миллиардтаған адамға жетті. Ал оны мазақ еткен адамдардың есімдері тарихта қалмай, ұмыт болды. Кәусар сүресі тек пайғамбарымызға ғана емес, барлық мұсылмандарға жұбаныш беретін сүре. Адам өмірінде қиындықтар, келемеждеу, түсінбеушілік болуы мүмкін. Бірақ Алла тағала әрқашан сабыр еткен, шүкір еткен пенделеріне мол жақсылық береді. Бұл сүре бізге Алланың берген нығметтерін ұмытпай, құлшылықты күшейтуге және жаман сөздерге сабырмен қарауға үйретеді. Қорытындылай келе, Кәусар сүресі пайғамбарымызға ауыр кезеңде түскен жұбаныш әрі үміт сыйлайтын сүре. Ол Алланың мейірімі шексіз екенін, шынайы жақсылықтың Алладан келетінін және ақиқаттың әрдайым жеңетінін көрсетеді. Сондықтан бұл сүре мұсылмандар үшін сенім мен үміттің символы болып табылады. Пайдалы исламдық видеолар үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, бөлісуді ұмытпаңыз. Жаңа уағыздар мен қысқа еске салуларды бірінші болып көріңіз. Алла разы болсын.